Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен сатылымға жасап жүрген тұшпара, яғни пельмендердің рецептісімен бөлісейін деп шештім. Бұл рецепті мен жылдар бойы қолданамын. Ешқандай да суға салғанда жарылып немесе езіліп кетпейді. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Сорпаға салып қайнатқанда да ешқандай езіліп кетпейді. Көріп тұрғандарыңыздай дара-дара өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бісміллах деп қамырынан бастаймыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға жұмыртқа және тұз қосылған салқын суды салып, жақсылап қамыр илейміз. Мен қамырға қажетті заттардың мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Дәл сол рецепт бойынша жасасаңыздар, дәл осындай бізде қатты қамыр шығады. Мешокқа салып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. 10-15 минут демалдырғаннан кейін қайтадан оны илейтін боламыз. Ол кішкене жұмсайды, көріп тұрғандарыңыздай. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жақсылап июін қандырып илейміз. Ол қамырымыз біздің жұмыс істеуге ыңғайлы, өте әдемі қамыр болып шығады. Дәл осы процесті біз пельмен түйем дегенше 2-3 рет қайталаймыз. Енді осы аралықта салмасын дайындап аламыз. Салмасына мен пиязды ұсақ етіп қолдан тураймын. Блендерден ұсақтап турап салсаңыздар да болады. Пияздарымызды ұсақ етіп турап алғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп қайтадан үстінен басып турап шығамыз. Сонда біздің пияздарымыз өте ұсақ болып шығады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай пиязымыз өте ұсақ. Енді осы дайындап алған пиязымыздың үстіне тартылған етті салып, дәміне қарай тұз бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, осымен біздің салмамыз дайын. Дәл осылай пиязды турап салатын болсаңыздар, салмасы өте дәмді болып шығады. Мінекей, осы аралықта біздің қамырымыз да дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсарып, жұмыс істеуге ыңғайлы, эластичный қамыр болып шығады. Енді осы дайын болған қамырды 3 бөлікке бөліп аламын. Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды зуалақтап, тағы да мешокқа салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минут тынып тұрған қамырымызды енді жұмыс жасай берсек болады. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, басында қатты болып тұрған қамыр жұмыс істеуге ыңғайлы, әдемі, жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, ұнды сеуіп отырып, жақсылап жайып аламыз. Пельменнің қамырын қатты жұқа етіп жібермейміз, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін қамырдың жайылу процесінде асықпай көрсеттім. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Достар, егер де менің салған видеоларым сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде арнама жазылып алыңыздар. Бұдан да басқа көптеген сіздерге пайдалы деген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Егер де менің видеоларым сіздерге бірінші болып түсіп отыру үшін, осы видеоның астында қоңырауша белгісін басып қойсаңыз болады. Мінекей, қамырымызды да жайып алдық. Қамырымыз дәл осындай жұқалықта болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай қатты қалың да емес, өте жұқа да емес. Енді осы жайып алған қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, гармошка тәріздес етіп жинап аламыз. Енді осы жинап алған қамырымызды шамамен 5 сантиметрдің көлемінде кесіп аламыз. Мен көз мөлшерімен кестім. Сіздер кесе алмайтын болсаңыздар, қағазды өлшеп алып, қағаздың көмегімен кессеңіздер болады. Енді осы кесіп алған қамырларымызды бірінің үстіне бірін қойып, видеода көрсетілгендей етіп жинап шығамыз. Егер жабысып жатса, арасына ұн сеуіп алсаңыздар болады. Қамырдың құрамында су азырақ болғандықтан жабыса қоймайды, сондықтан мен ұнды көп қолданбаймын.
Егер ұнды көп қолданатын болсаңыздар, жабыспай қалуы мүмкін. Енді тағы да осы 5 сантиметрдің көлемінде етіп, дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Сонда пельменнің қамырларының жан-жағы барлығы 5 сантиметрдің көлемінде болады. Енді ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп, жан-жағын қатты ішіндегі салмасы шығып кетпейтіндей етіп жабыстырып, сонан соң екі ұшын біріктіріп, пельменнің формасын жасаймыз. Пельменнің түйілу әдісін видеода көріп тұрғандарыңыздай 2-3 рет қайтара асықпай көрсеттім, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Дәл осы мен көрсеткен рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар 2 килограмм пельмен шығады. Дәл осылай жасап сатылымға шығарсаңыздар да болады. Морозильникте ұзақ уақыт сақтауға болады. Ешқандай да бұзылып кетпейді. Мінекей, пельмендеріміздің барлығын осы тәсілде түйіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шықты көрінісі. Жартысын осындай ыдыстарға салып, морозильникте қатырып алсаңыздар да болады. Мен керегін қолданып, қалғанын морозильникке қатырып аламын. Енді осы пельмендерімізді сорпаға салып пісіретін боламыз. Мен алдын ала сүйек қайнатып қойдым. Сол сүйектің сорпасына пісіріп жатырмын. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай жарылып, жыртылып кетіп жатқан жоқ. Дара-дара болып әдемі пісіп жатыр қайнаған кезінде де. Біздің пельмендеріміз пісуге жақындағанда жаңағы қайнатқан сүйегіміздің еттерін ұсақ етіп турап сорпамызға салып жібереміз. Осымен біздің пельмендеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі сорпа болып шықты, дара-дара болып пісіп шықты. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Фариза. Видеоның соңына дейін қарап менімен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет.